Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пицца әзірлейміз. Алдымен жылы сүтке тұз, қант және ашытқымызды қосып араластырып, ыдысымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Ол көтерілгенше қызанақ, томат пастасы және орегономызды дайындап қоямыз. Қызанақты блендерден өткіземіз. Қызып тұрған табаға томат пастасы, сұйытылған қызанақтарды қуырып, үстіне орегономызды себеміз. 2-3 минут өткен соң жылы суымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, суығанын күтеміз. Көтерілген сұйық массамызға сұйық май мен еліктен өткізілген ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Менде 2 пиццаның қамыры шықты. Қамырды дөңгелек етіп жайып, үстіне қызанақтан жасалған соусымызды құйып, сыр сеуіп, қалаған үйде бар салмамызды саламыз. Мен тауық пен қызанақ салдым. Пиццаны 180-200 градуста 10 минут пісіреміз. Айта кететін жайт, қамырымызды жұқалап етіп жаямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.